Akbet көктем келіп қалады. Есінетіп, есіп салады. Азан аспанның қоңырауы, жақсылықтың тұрса егін беріп қабар. Бала тыныш отырмыз, қан бізге кім қонаққа келді? Қандыш? Тыныш отырмыз. Балалар, айналаны көгертіп, мен де келіп қалдым. Баршаңызды бүгінгі келе жатқан 8-ші наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін балалардың барлығы көктем мезгілінде құлпырып кетіпті ғой, балалар? Сондай сүйкімде, балалар. Балалар, мен қыс бойы ұйықтап шаршап келдім. Балалар, сендер мені сергітіп алу үшін өз өнерлеріңді көрсетесіңдер ме, балалар? Балалар, тақпақ айттық, ойнадық, енді істейміз. Би биледік. Енді балалар, менің ойымша бұл мерекеге тек сендер ғана емес, ата-аналар да өз үлесін қосу керек, балалар? Мамаларымызды шақырайшы. Мамаларымызды шақырайшы, балалар. Кән екі мамасы, ата-ана келіңіздер, ойын ойнаймыз. Виталина мама. Екеулеп шығамыз, келіңіздер. Алла мама. Келіңіздер. Маша. Я пойду играть. Алла мама, келіңіздер. Ата-аналар, сіздерге шарды жасаңыздар, ішінде болсын дейміз ба? Анаңызға немесе жолдасыңызға қандай сыйлық? Ну, цветы, конечно, самое главное. Вам любовь свою, которую Балаңызға адалдық еріңіз дейді. Не выразить это словами, как мы любим своих детей. Покажите. Показать сына, дайте поцелуй. Вот так вот, знаете, целуемся каждый день. Аня? Мама? Gel,
Ruslan. Ana şumalı. Sen kızı da mamalar. Мен анамды сүйемін, құшағына енемін. Әкелген анамды қуансам деп келемін. Ayşe'nin babası bile kapakla içeride. Ruslan бабушка. Ruslan бабушка. Давайте еще раз попьем, да. Девочкам, бабушкам, мамам столько здоровья, хорошего настроения, чтобы год был хороший, чтобы у нас мир и покой был. Всем добра и счастья. Рахмет көктем саған. Біздің ары қарай балаларымыз өздері тамаша. Кәне бала, өздеріне ортаға саламыз, ә? Қандай өнерлерің бар, балалар? Амира,
үйдің қазынасы бар деп бекер айтылмаған. Келесі әніміз әжелердің құрметіне арналады. Әжелеріміз шайы, балалар шыққан тұрып, әжелерімізге арнап өлең айтамыз. Үш рет тұра беріңдер. Орнымыздан тұрамыз. Бәріміз қолымыз ұстап тұрайықшы бір-біріміз.